Қайырлы күн, құрметті оқырман. Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары. Қазақ тілінде ұқсас болғанымен екі түрлі мәнде қолданылатын сөздер бар. Сондай-ақ күрделі есімдерді жаппай қосып жазу әдеті пайда болды. Биылғы жыл, былтырғы жыл, бүгінгі күн. Бұлар қате жазылып, ағат айтылып жүрген тіркестер. Өйткені биыл бұл жыл, былтыр бір жылдыр, бүгін бұл күн. Сондықтан олардың қасына күн, жыл сөздерін тіркеп жазу үлкен қателік. Іс-шара мен шара осы екі сөзді бірінің орнына бірін қолдана беретін болды. Негізінде екеуінің мәні екі басқа. Іс-шара өткізіледі, ұйымдастырылады. Шара әлдекімге немесе әлденеге қарсы қолданылатын амал. Орысшадан аударатын болсақ, іс-шара мероприятие, шара мера. Мысалы, тәуелсіздік күніне орай іс-шара ұйымдастырылды. Браконьерлерге қарсы шара қолданылды. Сауатты сөйлейік. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.